Достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қазақтың ұлттық тағамы көже дәмдейтін боламыз. Салқын суға етті саламыз, тұз қосамыз. Арпамызды салып, қайнағанша бетін жауып отқа қоятын боламыз. Барлық қосатын қоспаны төменге жазып қалдыратын боламын. Бетіне жиналған көпіртерді сүзіп алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын баса кетіңіздер. Толығымен қайнағаннан кейін көбігін тазалап алып, орташа отқа 2-3 сағатқа қоятын боламыз. Көжемізге 7 түрлі өзіміздің қалаған дәнді дақылдарымызды қосуға болады. Мен соның ішінде күріш пен тарыны қостым. Барлығын араластырып, орташа отта 15-20 минут қоятын боламыз. Мен дайын лапшаны салдым. Қаласаңыздар, нанды жайып қосуға да болады. Лапшамыз піскенше 5-10 минут отымызда ұстайтын боламыз. Қайнаған суды суытып, үстіне құртымызды салып, жақсылап езілгенше араластыратын боламыз. Көжемізді салқындатып, етімізді турап, ішіне қоса отырып, дайын қатықты дәміне қарай қосатын боламыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Көжеміздің дәмі өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер.